PBL жоба жасау арқылы оқыту және үйрену. Жоба жасауда оқушылар бақылау мен зерттеумен айналысады. Өйткені бастапқыдағы бақылаушы сұраққа жауап іздейді. Бағыттаушы сұрақ барлық процесс кезінде балаға тірек болады. Зерттеу кезінде баланың топпен ынтымақта жұмыс жасай алуы, жеке шығармашылық қабілеттерін дамиды. Сыни тұрғыдан неге деген сауалға нақты жауап беруге дағдыланады. Менің аты жөнім Смакова Толқын Камидуллиновна, Нұрорда мектебінің 1-ші С сыныбының мұғалімімін. PBL, яғни жоба негізінде оқытуға байланысты жұмысты мен биылғы оқу жылынан бастадым. Бұл қазіргі таңда бір керемет әдістердің бірі деп есептеймін. Себебі балалар мектепте алған теориялық білімдерін өмірде қолданып, ұзақ мерзімде есте сақтайды. Біздің сынып көбелектер әлемі тақырыбында зерттеу жұмысын жүргізді. Бұл жұмысымыз біздің 3 апта көлемінде іске асты. Жұмыс барысында алдымен сыныпқа 6 көбелектің қуыршағы әкелінді. Көбелектердің атауы таныстырылып болғаннан кейін оларды оқушылар мини-фермаға орналастырды. Сол күні сынып оқушылары 3 топқа бөлініп, әр топқа 2 көбелектен бөліп берілді. Бірінші топқа Аврора және голубой морфа көбелектері берілді. Екінші топқа золотистая птицекрылка мен тигровая көбелегі және де үшінші топқа лови және лайм көбелектері берілді. Әр топ әкелінген қуыршаққа бақылау жасап зерттеді. Әр көбелекке оқушылар бақылау парағын арнап, сол параққа көбелектер туралы алынған мәліметтерді жазып отырды. Мысалы, осындай нұсқада мына жақта көбелекті салып, және де осы таблица толтырып, көбелектің атауы, қуыршағының ұзындығы, қуыршақтың алғашқы тұсы жазды. Жаңаша, басқаша түрде үйренгенін көріп тұрмыз. Мысалы, біздің өзіміздің уақытымызда мектепте білім үйренген кезде, белгілі бір сабақтарда, белгілі бір тақырыптар үйренген кезде барлығын теориялық түрден үйренетінбіз. Ал бүгінгі PBL сабағында біздің көргеніміз балаларымыз көбінесе практикалық жұмыстар жасаған. Жоба қорғалымында оқушылар бірнеше соңғы өнімдерін таныстырды, яғни көбелектің суретін салып, қағазды бүктеу әдісімен көбелектің пішінін дайындады. Мехатроникада лазердің күйдіру әдісімен тақтайшаға көбелектің суретін түсірді. Көбелектің әдемі үлгісін жылтыршақтарды жапсырмалау арқылы безендірді. Ал фетр материалын пайдаланып жасалған магнитті көбелектерін оқушылар жоба таныстырылымына келген ата-аналар мен қонақтарға сый ретінде ұсынды. Осыны бәрімізді біз білген соң, далада егер біз бір көбелекті көрсек, оның атауын білеміз. Зиянды, зиянсыз көбелекті көрсек, оның зиянды болса, оның қасына келмейміз. Пайдалы көбелек болса, оған қарап, оның түрін көреміз. PBL-дан балалар өте бір керемет әсер алды деген сенімдеміз. Бұл соңғы жұмыс емес, әрі қарай да көптеген жоспарларымыз бар. Осы оқу жылының соңына дейін бірнеше PBL-ді қорғаймыз деген сенімдеміз.